Барлығыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода досқа байланысты ең көп қолданылатын идиомаларды үйренетін боламыз. Бүгінгі үйренетін идиомалар есте тез сақталады және сіздің деңгейіңіздің жоғары екендігін көрсетеді. Сондықтан міндетті түрде қағаз бен қалам алып жазып алуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қараңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бірінші қызықты және бір-біріне ұйқасатын идиома A friend in need is a friend indeed. Бұл идиома мына мағынаны білдіреді. This idiom is one of the famous idioms, and it means that a true friend is someone who is always present to help at all times. Яғни бұл идиома сен үшін барлығына дайын, әрқашан жанын қиятын нағыз досқа байланысты қолданылады. Мысалға назар аударайық. When Sarah was sick, Emma brought her food and took care of her. Sarah understood that a friend in need is a friend indeed. Сара ауырып қалғанда, Эмма оның тамағын әкеліп, оған қамқор болды. Сара нағыз достың не екенін түсінді. Келесі идиома frenemy. Бұл идиома мына мағынаны білдіреді. This idiom is one of the famous idioms that are used for those friends you are friendly with or pretend to like, but perhaps have a rivalry with. Яғни, достардың рөлін сомдап жүрген, түбінде ол достардың арасында жауыздық бар, жалған достарға байланысты қолданылады. Байқайтын болсақ, frenemy дегеніміз бұл біріккен сөз. FR әріптері бұл friend деген сөздің қысқартылған формасы. Friend және оған қосылған enemy. Frenemy. Мысалға назар аударайық. Even though Carla and Jane pretend to be friends, Carla often talks behind Jane's back. They are really frenemies. Carla мен Jane дос болып жүрсе де, Carla Jane'нің сыртынан әңгіме айтады. Шындығында олар жауыз. Келесі қызық және ең көп қолданылатын идиомалардың бірі as thick as thieves. Тура аударатын болсақ, ұрылар секілді семіз. Бірақ бұл идиома мына мағынаны білдіреді. This idiom is used for a friend who is loyal with us in all matters of life, like family members, also who can do everything for you. Яғни бұл идиома кез келген жағдайда бір-біріне адал, бір-бірі үшін қолдарынан келгенін жасайтын достарға байланысты қолданылады. Мысалға назар аударайық. Anna and Maria do everything together and they share all their secrets. They are as thick as thieves. Анна мен Мария барлық нәрсені бірге жасайды және құпияларымен бөліседі. Олар нағыз достар. Келесі идиома a shoulder to cry on. This idiom is used for a friend who would always be ready to silence you when you tear off blood. Бұл идиома көңіл күйі түскенде демеу болатын арқа сүйер досқа байланысты қолданылады. Мысалға назар аударайық. When Emily was sad about her breakup, her friend Lucy was there as a shoulder to cry on. Emily айырылысып көңіл күйі түскенде, оның досы Люси оның арқа сүйері болды. Келесі идиома know someone inside out. It can be used to describe how well somebody knows someone. Яғни біреуді өте жақсы білу деген мағынада қолданылады. Мысалға назар аударайық. After 20 years of marriage, Johnny knows his wife inside out. 20 жыл отасқаннан соң, Джон өзінің әйелін өте жақсы біледі. Міне достар, осымен біздің бүгінгі видео сабағымыз аяқталды. Бүгінгі берілген ақпараттар қызықты болды деген ойдамын. Міндетті түрде қағаз бен қалам алып жазуды ұмытпаңыз. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, пікір жазып, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ал қазірше сау болыңыздар.